Армысыздар, бүгін біз Норвегия жалауының түстері мен дизайнының қандай мағынасы бар екенін айтамыз. Жалаудың сипаттамасына келетін болсақ, алдымен 3 түстен құралады. Ол қызыл, ақ және көк түстер. Яғни қызыл фон, ақ жиекпен қоршалған көк крест, скандинавиялық крест сол жаққа қарай ығысқан. Бұл Дания, Швеция сияқты басқа скандинавиялық елдердің жалауларында да бар. Қызыл және ақ түстер Дания жалауының әсері. Норвегия ұзақ уақыт Дания құрамында болды. Көк түс Швециямен болған одақтың символы. Осылайша түстер тарихы көршілес елдермен байланысын көрсетеді. Ал крест скандинавиялық дәстүрді, христиандықты білдіреді. Қазіргі жалау 1821 жылы қабылданған. Жалауды Фредрик Мельцер деген норвегиялық парламент мүшесі ұсынған. Бұл жалау Норвегияның тәуелсіздікке ұмтылысын және скандинавиялық бірлікті көрсетті. Жалаудың түстерін Франция, Нидерланды, ақш жалауымен салыстырады, яғни еркіндік идеясын меңзейді. Сонымен Норвегия жалауы бұл тек әдемі рәміз ғана емес, елдің тарихы, тәуелсіздікке ұмтылысы мен скандинавиялық дәстүрінің айнасы. Ал сіздер өз еліміздің жалауының тарихын білесіздер ме?